Ал Тілек, қалайсыздар? Жақсы. Жоқ, маған бүйтіп қарап тұршы. Білесің бе, қазір андай тренд шығып жатыр ғой, краш көзқарасы деген. Қазір мен давай 1, 2, 3 деп қарайсың. Күшті болып қарайсың кетті. Раз. Давай 1, 2, 3. Қандай адам өзі жатыр біздің үйде. Көз кішкене алып қалады. Көзқарас. 1, 2, 3. В общем, мен интернет-магазин аштым. Магазиннің аты Гуджанский. Получается, мен Гуджан, а менің очкилерім ски и бәрі қосқанда Гуджанский. Ал енді очкилеріммен кішкене таныстырып өтейін. Мына очкилердің аты элегантный. Бұны кішкене элегантный адамдар кетті. В основном классика, костюм шалбар, пальто и в основном Toyota, BMW. Етін жігіттерге очки. Бағасы всего 20 мың теңге. Енді все-таки сіздерді ойладым, доступный болсын деп, коробкамен жеткізіп береміз. Стильный жігіттерге андай болады ғой, бір кішкене басқаша түс аралас, или бір кішкене бір G-Shock деген сағат тағып алатын жігіттер бар. Білесіңдер ма, бір қап-қараңызда қып-қызыл сағат тағып, отличаться етіп, кішкене әненге ұқсағысы келетіндерге деді арасында. Бірақ бұл да өте андай дерзкий тұрады. Бағасы 25 мың теңге. Кішкене қымбаттап жатыр, байқап жатсыздар ма? Так, енді өзіме ең қатты ұнайтын екі очкиді көрсетейін. Мынау получается идеал деген очки. Мен бұны бір рет эфирға кием. Неге идеал? Потому что бұл любой жерге келеді. Спортивкамен кисең де кетеді, классикамен кисең де кетеді, и любой кезде кие бересің. Күнде, жазда, түсте, ұйықтайтын кезде, любой кезде, короче. Бағасы 30 мың теңге тұрады. Өзім жақсы көретін очки. Менің ең жақсы көретін очкиім бірі, бұл классикамен де кетеді, спортивкамен де кетеді. Киесің, ұйқы ғой, таза ұйқы. Бүйтіп тұрған кезде уже кішкене қисайып тұрасың да, бүйтіп. Получается, жігіттер кетті, бүйтіп Мерса дейтін, арасында Кобальта дейтіндер де кеп қалады. В общем, дерзкий. Бағасы 30 мың теңге. И главный нәрсені ұмытпаңыздар. Каждый очкиден менде 3 штуктан бар. Үлгеріңіздер, заказ берем десеңіздер, астында Instagram аккаунт, соған жазыңыздар. Қалайсыңдар? В общем, мен соңғы кезде кішкене телефон көп қарап кеттім да, сосын ойладым, значит, маған жаңадан новый кітаптар алу керек дедім. Поэтому мен қазір кітаптар алу керек. Идти туда, где страшно буде. Өте қызық. Кәдімгі іздеп келдім, мынаны осы жерден таптым. Сила темной стороны. Аты да бір қорқынышты екен, еще 18+ деп точно алу керек дедім. Живи здесь и сейчас дейді. Осы моментті бағалай білетін адамдарға арналған кітап деп ойлаймын, поэтому осыны алдым. Как говорить, с кем угодно, где угодно, когда угодно. В общем, мына кітапты мен өзім оқығам, бұны диасқа алдым. Кішкене диасты сөйлетейік. Сила воли, возьми свою жизнь под контроль дейді. Оны мен дархан деген жігітке алып, кітап оқымаса қылмай кетті. Потому что андай телефон қарап, отыра бересің, тиктокын көресің, біреудің прямой эфиріне кіресің, монета аласың, роза аласың, жібересің, там бір нәрсе, тикток, юниверс, бірвәлеп отыр. Поэтому кішкене өзімізге көңіл бөлейік деп кітап алып, енді осыны оқиық. А то көз жанарымыз кетіп жатыр да, телефон қарайсың, зрениең кетіп жатыр. Поэтому кішкене лучше кітап оқып дамиық деп жатыр. Мына кезімізде мынандай сағыз болады, хуба-буба деген. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар, иә? И біздің кезімізде бұл примерно 100-200 теңге тұратын. Қазір білесіздер ме қанша тұрады? Қалай болады екен? 2250 деген.